Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Аружан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мясо по-тайскийдің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ет, қызанақ, қияр және де пиязымыз қажет болады. Осыған қосымша тәтті бұрыштарды қоссаңыздар болады. Алайда мен тек осы 4 ингредиенттерден ғана жасап шықтым. Бізге бір бас пияз болса жеткілікті, ал етті өз қалауыңызша қоссаңыздар болады. Табамызға майымызды құйып, қыздырып дайындайтын боламыз. Майды тым көп қосып қажет емес, осылай табанның түбіне толықтай жайылса бізге жеткілікті. Осылай қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, 1 немесе 2 минуттай араластыра отырып қуырып аламыз. Біздің пиязымыз сары түске енуі қажет. Сары түске енген пиязымыздың үстінен қиярды салып, тағы да 1-2 минут көлемінде араластыра отырып қуырып аламыз. Егерде сізде шекет болатын болса, осы уақытта салып қуырып алсаңыздар болады. Осының үстінен қызанақтарымызды салып, тағы да 1-2 минут көлемінде араластыра отырып қуырып аламыз. Мясо по-тайскийге егерде қолыңызда бар болатын болса, тәтті бұрыштарды да қосуға кеңес етемін. Ол біздің тамағымызға одан әрі керемет дәм беретін болады, әрі өте керемет үйлесім табады. Осылайша дайын болған соң мен үстіне піскен етімді салып, тағы да араластырып алдым. Барлығын осылай біркелкі болғанша араластырып аламыз. Одан соң оның үстінен қайнаған суымызды құятын боламыз. Судың көлемін көбірек етіп пайдалана берсеңіздер болады. Ол біздің тамағымыздың құрғақ болып қалмауы үшін қажет болады. Сол себепте осылай көлемінен асырып құйсаңыздар, 2 сағатта қайнап өз қалпына келетін болады. Осылайша бетін жауып, жай отта 1 немесе 2 сағатқа қайнатуға қалдырамыз. Менің табам қайнап шықты. Мен дәміне қарай тұз және де бұрыш қолдандым. Және де оған қосымша лимонның бойындағы шырынын осылай қолымыздың көмегімен мұжып тамағымызға қостым. Әрине өз қалауыңызша қоспай қойсаңыздар да болады. Егерде сізде шекет болатын болса, осы уақытта соевый соус қоссаңыздар, сіздің етіңіз одан әрі жұмсақ бола түсетін болады. Осылайша бетін жауып, тағы да жарты сағатқа қайнауға қалдырамыз. Осы уақытта гарнирімізді дайындайтын боламыз. Осындай табамызға түбінде етіп, аз мөлшерде майымызды құйып аламыз. Майымыз қызған соң ғана осылай толықтай жақсылап жуылған күрішімізді салып, 1 немесе 2 минуттай араластыра отырып қуырып аламыз. Егерде гарнирді күріштен жасайтын болсаңыздар, осы әдіс бойынша дайындауға кеңес етемін. Аз мөлшердегі майымызға күрішімізді 1-2 минуттай қуырып алып, содан соң оның үстіне су құйып дайындайтын болсаңыздар, біздің күрішіміз жабыспай шашылып пісетін болады. Күрішті толықтай тазартып жуып алыңыздар, бойындағы лас суынан тазартып. Одан соң осылай араластыра отырып 2 минут көлемінде қуырып аламыз. Оның үстіне осылай суымызды құятын боламыз. Біздің күрішіміз толықтай суға батып тұруы қажет, ал су біздің бас бармағымыздың жартысындай көлемде болуы қажет. Барлығын толықтай батырамыз. Судың деңгейін тексеріп көрсеңіздер болады. Осылай астынан үстіне қарай араластырамыз, сонда астыңғы бөлігі босап, оған су баратын болады. Міне осындай көлемде су болатын болады. Мен дәміне қарай 1 шай қасық тұз қостым, бетін жауып жай отта қайнатуға қалдырамыз. Мясо по-тайски дайын болды.
лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Аружан.